Біз Алға Қазақстан оппозициялық партиясының мүшелері, партия лидері, саяси тұтқын, ультрамарафоншы Марат Жыланбаевқа жасалып жатқан қатыгездік пен адам құқығын өреске жазуға байланысты үндеу жасаймыз. Марат Жыланбаев түрмеде ауыр жағдайда отыр. Оған сөйлеу құқығы, жүгіру, сурет салу, дене жаттығуын жасау сияқты қарапайым адам құқықтарынан айырылып отыр. Марат спортшы, оған қозғалыс қажет, бірақ оны да серуенге шығармай отыр. Ол бірнеше рет адам құқықтары жөніндегі уәкіл Артур Ластаевтың атына өтініш жазды, бірақ жауап жоқ. Ластаев үнсіз Марат Жыланбаевтан бас тартып отыр. Бұл тікелей өзінің қызметтік міндетінен бас тарту. Марат Жыланбаев соңғы үмітін жоғалтқанда аузын жіппен емес, скрепкамен тігіп тастады. Қазір Марат аштықта. Сонымен қатар түрме бастығының орынбасары Кожин Маратқа қысым көрсеткені туралы өзінің қорғаушысына хабарлады. Ең сорақысы, ол тіпті таксофонмен сөйлесу құқығынан айырылды. Бұл азаптау, бұл жеке адамды жүйелі түрде жою. Біз Артур Ластаевтың әрекетсіздігін айыптаймыз. Егер ол өз міндетін атқара алмайтын болса, орнын босатсын. Біз халықаралық құқық қорғау ұйымдарын бұл жағдайға көз жұмбауға шақырамыз. Марат Жыланбаев жалғыз емес. Марат Жыланбаевқа бостандық.